Ассалаумағалейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Кайзер каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Айдархан. Мен бұл каналда Wildberries туралы не білетінді барлығын осы жерде айтатын боламын. Пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Енді бастап жатқан поставщиктерге көмектесетін боламын. Так что подписывайтесь. Мы начинаем. Достар, бүгінгі біздің тақырыбымыз fulfillment жайлы болады. Fulfillment дегеніміз не? Ол вообще керек па бізге? Ол істеген выгодно ма или не выгодно ма? Соны айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Fulfillment деген выгодно. Fulfillment дегеніміз не? Fulfillment дегеніміз ол вообще упаковка жасайтын центр, частный центр болуы мүмкін, или тогда Wildberries'in өзінің центр болуы мүмкін. Допустим, fulfillment бізге не үшін керек? Біздің товарды упаковка жасап, маркировка жасап, складқа жіберу үшін керек. То есть именно маркетплейстен алатын болсақ, сол үшін бізге қажет екен. Плюс жақтарын айтып кетейік. Fulfillmentпен жұмыс істегеннің плюс жақтары, плюсы деп кетеді. Плюсы, сіз басқа қаладан болуыңыз мүмкін, сіз бізде складтан жерде Астана и Алматы болуы мүмкін да. Сіз басқа қаладан болсаңыз, одан бөлек қаншама қала бар. Сол қаладан болсаңыз, сіз мына қалаларға, екі қалаға доставка жасауыңыз индрайвермен жіберу деген ол нереальный нәрсе. Мысалға, оны мүмкін емес былай істеуге. Естественно, бара жоқ, бірақ ол минусқа кетеді да, сізге товарыңыз өзі үстінен көретін маржинаңыз 2000 теңге болатын болса, 3-4 теңге сіздің просто индрайверіңізге кетіп қалады. И смысла там нету работать. То есть, ал fulfillment именно осы сіздің проблемаңызды шешіп береді. Қалай шешеді? Допустим, сіз касс fulfillmentпен келісетін болсаңыз, ол кісілерге басқа қаладан жұмыс істеп сізге заказ түсетін болса, то есть сіздің поставщиктарыңыз Алматыда болу керек, допустим, или Астанада болу керек. Астана и Алматының fulfillmentпен жұмыс істейтін боласыз. Допустим, біздің fulfillment ол Алматыда, Алматының fulfillmentында сізге, допустим, біз заказ түсті, Алматыда сіздің поставщиктарыңыз бар. Бізге звондайсыздар, бізбен хабарласасыздар, келісесіздер, бізге гостевой доступ ашасыздар. Сол кезде fulfillment барады, бағанағы сіздің поставщигіңізге барып, товарын алып, упаковать етіп, маркировать етіп, сізді складқа тапсыратын болады. Сол fulfillment'тің көмегі плюсы болып табылады. То есть сізге за всю эту проделанную работу, даже если вы в Алмате находитесь, сізге өте выгодно. Почему? Оның бәрі өткені 200 теңге тұрады. Fulfillment'тің екінші плюсы ол адамдармен бағанағы мысалы сізде ФБО-ға жіберетін товарыңыз болса, мына товардан мысалы 1000 штук немесе 2000 штук үлкен тиражбен жіберетін болсаңыз, сізге ол өзіңіз жалғыз немесе 2-3 адам болып, оны жасап жіберу өте қиын болады. Сол үшін сізге fulfillment көмектеседі. Оның өзінің определенный командасы болады. Сонымен алып, полный упаковкамен, маркировкамен алып, то есть сіз fulfillmentқа тапсырасыз, сол жерден бастап упаковать етіп, сізге до склада Каледина жіберіп береді. То есть с Алматы до склада Каледина, Новосибирск, Хабаровск, без разницы. Қайсысын сіз қалайсыз, сол жерге жеткізіп бере алады. И бағасы да өте тиімді, мысалға қарасаңыз. Fulfillment'тің тағы бір плюстарының бірі, ол сіз жұмысты удаленно жасай аласыз. То есть сізге барып, келіп, физически жұмыс істеудің қажет жоқ. Тек қана компьютермен заказдар салып отыру арқылы fulfillment'тің, то есть упаковканың доставканың ақшасын сіз просто себестоимостьқа қосу арқылы сіз удаленно жақсы миллион табыспен табысып жұмыс істесеңіз болады. Ол үшін кішкене білім қажет болады, бірақ сондай үлкен возможность бар. Даже сіз на Бали жатып алып, демалып, тупо компьютермен заказдарды орындап отырсаңыз болады. Fulfillment арқылы жүзеге асады бұның бәрі. Fulfillment'тің қандай минусы болуы мүмкін? Бұл жерде сіз, допустим, бағана ФБО-ға жіберетін товарыңызды 2000-3000 товарды өзіңіз упаковать ететін болсаңыз, үйде күніне 100 штук, 200 штук амалдаймын деп упаковать ететін болсаңыз, в принципе, сізде кішкене арзан шығуы да мүмкін. Бірақ сіз ол 3000 товарға энергияңыз жетсе упаковать етуге, то, в принципе, өзіңіз істесеңіз де болады, бірақ сол арқылы сіз экономия денег, былайша айтқанда. Сол жағы минус болуы мүмкін. Ол жағы минус деп айтуға бола ма? Ол адам өзі шешеді. Минус немесе плюс деген
Достар, бүгін біз Fulfillment туралы толық ақпаратты айттық. Сізге пайдалы болса лайк басып кетіңіз, комментарий жазыңыздар, подписка жасаңыздар дегендей. Менің инстаграм парақшам осы описанияда болады. Ол жерде мен пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Fulfillment туралы жұмыс істегіңіз келсе, проверенный Fulfillment астында бізде тұр. Консультмент жазылсаңыздар, жазсаңыздар, сіздерде өзімнің атынан скидка болады. Так что всем удачи!